Ассалаумағалейкум Аягөз халқы. Енді мына паркты былтырдан бастап тартып алды ғой, мына кәсіпкерлерден тартып алды, мына әкімшілік тартып алғалы, бұл енді өлі қалаға айналды. Өйткені мынаның ішінен аңдың балалар асырсап ойнап, мына каникулда ана паркте де тура светтерін жағып жарқырап, туристический қала сияқты болып, жаман көңілді жақсы керемет риза болып отырғанбыз. Осы ой мына балаларын ойнатып кешке шығады, одан ауылдықтар келеді. Аягөзге барып бала ойнатамыз. Неге барып мына бірдемелерін сатып, музыкаларын қойып, енді қазір Қытайдан міне көп адамдар жатыр, енді темір жолын сап жатыр, уақытша жатыр, енді кетеді олар. Солардың да келіп, мына Қазақстанда жүрміз деп, енді кешке болса да қыдырып, олардың да қалтасын қағып, мына кәсіпкерлеріміз ақшасын алып қалсын. Енді бірдемелерін алып жеп, айтып, бүйтіп жүреді ғой, енді жүргеннен кейін ақшасын шығарады. Сөйтіп кішкене өлі қалаға айналдырмай, мына тірі қалаға айландырып, бір кішкене қимылдағандардың да бергендерін жақсы еді кәсіпкерлерге. Енді мынаның ішін тазартуға анау деген тағы 300-400 миллион сом ақша бөлініп жатқан шығар. енді шет жағасын сөйтіп естиміз, өзіміз нақты көргеніміз жоқ, оған запрос жіберу керек сендерге. Ол енді ол ақшаларыңды ала беріңдер. Ол ақшаларыңды енді қызғанбады, ешкімде керегі де жоқ оның. Енді ол мына жарықтық бір-ақ рет айғайдың күшімен, осы мен айғайлап жүргенде соны әрең дегенде бір-ақ рет қосты. Одан артық қоса алмады мынаны. Сол өтірік салған дүние болды мынау жай ғана. Мына светящий не деп. Ол ана орталықтағы да сол бір 5 күн істеді ме, 3 күн істеді, болды, фотоға түстік, бітті, сонымен кетті ол да. Ана Қозы-Көрпеш Баян-Сұлу паркіндегі де. Ана егіп қойған талдардың бәрі қурап қалды, түк қалдырмай. Қаншама тал егілді. Ана кімнің, Ділдәбек ағамыздың арқасында, бірақ бәрі қурап қалды. Ешкім суарған жоқ. Иесіз қалған қала сияқты, ешкімге ештеңе керек жоқ. Бір хозяйственник жоқ. Түгел сол жаңа галстук тағып, костюм шалбарын шаңын қағып отыра берді, кабинеттен шықпады. Сондықтан биыл ең құрғанда беріңдерші мына кәсіпкерлерге. Сон кішкене қала сиқы болсыншы. Пасмурды жасамай. Соғыс уақыт емес қой. Сау саламат болыңдар. Мына әкімшілік